Бұл мешіт өз көлемі жағынан кішкентай ғана болған. Ең бірінші алып пайғамбарымыз Сәуір тауы деп айттық қой. Соған бері келген кезде, осы Мединаға келген кезде Құбаға біздер барамыз. Құба мешітін салады. Иә? Оның оқиғасын айтып беремін. Біздер қазір осы мешіт жайлы әңгіме құрайық, иә? Пайғамбарымыз мешіті осы жерге түйе шөккен жер. Түйесін жібереді. Бұл түйеге тиіспеңдер дейді пайғамбарымыз, өзі орын табады дейді. Яғни түйе келеді да осы жерге қоныс енді шөгетті пайғамбарымыз осы жерге ең алғашқы келіп мешітті тұрғызады. Пайғамбарымыз мешіті көлемі жағынан өте кішкентай болған. Қазіргі таңда енді адам саны көбейген сайын реставрация жасаған. Яғни кеңейтіп жатыр. Мына арғы беттеріне қарасаңыздар, крандар тұр. Осы ары қарай жалғастырып жатыр мешітті. Пайғамбарымыздың жатқан жері осы. Бірінші Абу Бакр жатыр. Одан кейін бірінші пайғамбарымыз жатыр. Одан кейін Абу Бакр жатыр. Одан кейін Омар жатыр. Қазір сәлем беруді көрсетемін. Бірінші кішігірім таныстырайық. Мынау нәбетіндегі күміспен не қылғаны серый ғой. Сол жерде пайғамбарымыз намаз оқыған жері. Михраб деп аталады. Сол жерде кішігірім қожап қойған. Сол жерде тұрып намаз оқиды. Қазіргі таңда имам осы жерде тұрып намаз оқиды. Бұлай құбыла имамның шекарасы осы жерде. Енді пайғамбарымыздың мешітіне келгеннен кейін яғни не үшін біздер қазір шығып кеттік? Келіп жата берсек болатын еді ғой. Бірақтан пайғамбарымыздың қасына келіп тұрғаннан кейін қаншама километр артта тастап кеттік біздер. Шамамен 5000 километр тастап кеттік біздер. Сол қасиетті мекенге келгеннен кейін тұра беріңіздер.